Кейбір адамдар түндесі күнә қылған менен әлектенет. Сіз біз деге Алла Таалам тауфиқ берсін, Алладан сұрайлы. Алла Таалаған алдында ибадат менен әлектенгенге әрекет қылайлы. Әрбір түнді қадір білейлі. Әрбір түнді ғанимет. Бұл түн қайра келбейді. Шон үшін ақыретіміздің пайдасына іштетейлі. Абу Умама Бахри радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтқан. Хадисті оңыз. Түнгі ибадатты сіздер бекем қармағыла дейді. Қиямул лейл дегені үшін туғандар, бұл жөн еле намаз менен чектелбей. Зикирді қылсаңыз да еле, дуа қылсаңыз, Құран оқысаңыз, намаз. Сеп намазға оқылғанда қиямул лейл, түнгі ибадат менен жандандыруыны қиямул лейл дейді. Фа иннаху даъвату салихин қабылакум, сіздерден бұрынғы аулия салихиндердің бұл адаты еле. Ва құрбатун иля роббикум, робыңарға жақындайсыңар. Жана сүйкімді боласыңар. Ва мағфаратун лисайят, күнөлөр кечирилет. Ва манхатан ал исм, күнөдөн Алла субханаху ва будачы